Сеніңше мына кеді жерлеу рәсіміне киюге бола ма? Иә, оларда шалбар мен жейде секілді қара ғой, Джо. Сен жаттығып жүрген жоқсың ба? Сен оны өзің де білесің. Егер жаттықсаң, мынадан тәуір киінер едің. Галстук тағып, тәуір аяқ киім киерің. Жаттығулар өз-өзіңді сыйлауға үйретеді. Яғни мен өзімді сыйламаймын ба? Сен өз сырт келбетіңе сыймен қарамайтын адамдар секілді киінесің. Ең бастысы келбет емес, Джо, мен жазушымын. Одан жақсырақ жазасың деп үміттенем. Джо, мен білем, ұнжырғаң түсіп отыр. Қазір ауыр жағдайдасың. Ағам мен үшін 80 жылдан астам уақыт бойы жақын досым болды. Ол Нобель сыйлығына ұсынылды. Канада орден, құрметті легион орденін алды. Наполеонды улағанын дәлелдей алды. Қаншама талант, сонда да жаттығуға үнемі уақыт табатын. Міне, көрдің бе? Джо, қалай болмасын, қане бастайық. Иә. Уақыт келген секілді. Джо, иә, мойындауым керек. Мен кішкене абдырап тұрмын. Менің сенімен тұрып жатқаныма 1 ай болды. Сенің жұмыртқа ақуызы мен сарыуызының қатынасы, мультидәрумендер туралы әңгімелеріңді естіп, тарих телеарнасын қарадым. Бірақ неге дәл бүгін ағаңды жерлеу күнінде жұмыс жасаймын деп шештің? Неге? Енді бейне жоқ. Сондықтан. Қане бастайық. Жарайды. Сіздердің балалық шағыңыздан бастайық. Сіз Бен екеуіңіз еврейлік квартал Монреалда өстіңіздер. Бірінші екеуіміздің емес, менің балалық шағымнан бастайық. Ох, құдайым-ау! Күшін! Күшін! Тағы да күшін! Қаттырақ! Қаттырақ! Қане, тағы күшін! О, бөбек! Бөбек! Құттықтайым. Бұл не? Мүшесін айтам. Бұл менің балам емес. Бұл менің балам емес. Менің қызымды беріңдер. Менің қызымды беріңдер. Маған қызымды беріңдер деймін. Бұл қыз емес. Ол жаман ба жақсы ма, бірақ ол менің анам. Біз байланыстымыз. Біреулер оны мейірімсіз деп атар, бірақ оның өмірі ауыр болды. Бұл менің өмірімді де қиындатты. Ал одан соң бауырым Бенни туылды, және оның менің өміріме келгені барлығын өзгертті. Бұл не? Бер келіңдер. Екеуіңде. Жақынырақ. Артқа қараңдар. Бұлай лас болып келуге қалай дәттерің жетті? Керемет көрінесің, Бен. Біздің тірі жүрген достарымыздан да жақсы. Барлығы сәтті болды, Бен. Трицепстарыңыз жаман емес. Қос сырықпен жаттығансыз ба? Француздық сығым көтеру мәлді әдеттегі гантел ме? Мен жай ғана осындағы орындықтарды жинайым.
Солай ма? Қызық екен. Көрсетіңіз. Иә. Генетикаңыз жақсы екен. Аяқтарыңыз қолдарыңызға сай келгенде жақсы болар еді. Сіз өзіңізді көше егеу құйрығы деп атадыңыз ба? Ондай да болған. 5 цент үшін кез келген жұмысты жасайтынбыз. Тура көшедегі егеу құйрықтар секілді шауып жүретінбіз. Бір тозған сәкіден екіншісіне. Нағыз көше егеу құйрықтары. Оспонсыз. Менің ақшаларым қайда? Көрсет! Олар менікі. Менікі. Болды, кеттік. Қайда барасың? Қалғаны қайда? Тартып алды. Солай жасауына мүмкіндік бердің бе? Маған қара. Маған. Солай жасауларына ерік бердің бе сонда? Ей, мен саған айтып тұрмын. Менің қосарым жоқ. Мынаның орнына сені тастау керек. Әрі кет. Кет. Қане. Егер осы спорт үшін туылған болсаң, сен оны сығым көтеруден ақ түсінесің деп жатады. Сен де көресің бе? Неге? Осылайша сен үлкен боласың. Үлкен болудың не керегі бар? Егер үлкен болсаң, саған ешкім тиіспейді. Мүмкін бокспен айналысу керек шығар. Білесің бе? Мен соққылардан шаршадым. Жақсы. Шын ба? Біреуінің өзін әрең жасадым ғой. Бұл бүкіл өміріңді алғанның өзінде бір ретке артық жасадың дегенді білдіреді, Бейни. Сенің ағаң ғой, ағаңа қара. Джозеф осы үшін қатты тырысты. Ол ұтты. Біз үшін ұтты. Біз үшін. Жоқ. Бұл масқара. Ол осы үшін уақытын әртүрлі қоқысты көтерумен өткізеді. Түсінемісің? Олай деме. Егер ұлымыз осынысын жалғастыратын болса, ол ешкім бола алмайды. Жоқ. Ал сен оны жақтап тұрсың. Жоқ, бұл олай емес. Өтініш олай жасама. Мен базарда Селланы көріп қалдым. Ол маған, мен сенің ұлыңды Джонды көрдім. Тарзанға ұқсап кетіпті деді. Тарзанға!
Мен тырыстым. Сен кінәлі емессің, әке. Ала ғой. Жоқ, өзіңде қалдыр. Ол сен үшін. Маған келе ғой. Бауырыңа қарап жүр. Қалдыр, көте сал, қалдыр. Кетуіміз керек, қане, кеттік. Қарғыс атқыр. Үлкен жоға көмек керек болып қалды ма? Әзілкеш боп кеттің бе? Әзілің бе? Маған көмектес. Бізге мұздатқыштың не керегі бар? Азық түлікті қарда сақтамау үшін. Қане көмектес. Көтердік. Керемет. Жаттығып та жатырмыз. Иә, таңғы үште. Спорт үшін кез келген уақыт қолайлы. Осылай. Кешіріңіз. Сізге қарап отыр едім. Не салып жатырсыз? Мен адамның мүсінін. Көрсем бола ма? Иә, әрине. Мәз саған таңғаларлықта екен. Сіздің иегіңіз өте әдемі екен. Тамаша. Солай ма? Олай емес секілді. Күлген кезіңізде мінсіз болып тұр. О, рахмет. Шылым шекпейсіз ғой? Жоқ. Жоқ, мұныңыз көрініп тұр. Теріңіз мінсіз екен, әрі сізден жағымды иіс шығып тұр. О, құдайым-ау. Тағы да рахмет. Мүмкін солай шығар. Кофе ішкіңіз келмей ме? Қазір ме? Иә, қазір. Мен сағат 8-ге дейін жұмыс жасаймын. Айтпақша, сіздің есіміңіз кім? Мен Джомын. Джо. Мен Кэтимін. Мен сізді күтем. Жақсы. 8-де. 8-де. Кездескенше. Сәлем. Сәлем. Сен серуен дегенді ұнататын бедің? Иә, қатты жақсы көрем. Керемет. Мен сені үнемі кітапханадан көрем. Сені университетте оқисың ба? Жоқ, сен ше? Жоқ. Жоқ, және мен оқымаймын. Мен құрам. Не құрасың? Мінсіз мүсінге деген жолда. Сенің қолыңнан келгені көрініп-ақ тұр. Ал бос уақытыңды қалай өткізесің? Ол... Бұл қиын емес қой. Жоқ, бірақ мен оны айтып қойдым. Бос уақытыңда жазып, салып, мінсіз мүсін туралы ойлайсың ба? Жоқ, ол басқа. Одан күштірек, одан әдемірек. Біздің денеміз ғажап.
Дегенмен көпшілік онымен жұмыс жасамайды. Тура бір қоқыс секілді. Сонда бұл сенің хоббиң болды ғой. Денен айтам. Хобби дегенде, дене бұл машина. Егер оны мінсіз еткін келсе, жаттақ, тамақтандыр, су бер. Жүйрік жылқы секілді. Несі күлкілі? Сен жылқы дегенді жейсің бе? Жоқ, бірақ. Иә, олай демес шығар, бірақ осылай адал болар. Бұл күлгенің бе? Бұдан жақсы жасай алмай. Бірақ мен жаттығып жүрім. Енді жақсырақ. Осылай. Мен кофе дайындайын. Джо. Жақындашы. Отыр. Соңына дейін толтырмапсың. Соңына дейін жасаған секілді едім. Ден тұтыну. Мен оны маңызды емес деп ойлап едім. Уайдер. Сен еврей емес шығарсың. Мюррей саясатында ешқандай еврей болмау керек. Мен ол саясат туралы білген жоқпын. Қарғыс атқыр. Жарайды, сені қалдырам. Тек 3 адам үшін істегенің үшін ғана. Бірақ мына сені католик деп жазаман. Ұқтың ба? Иә, егер бұл менің осында жұмыс жасауыма мүмкіндік берсе, жаза беріңіз. Қазірше, иә. Тоқта, Джо. Тағы бір нәрсе. Қане, отыр. Әлгі үзілісте салатын суреттеріңді айтамын. Сен сонда Микеланджелосың ба? Жоқ, солай болсамшы. Болсамшы дейсің бе? Микеланджело қыз-теке болған. Сен қыз-теке емес шығарсың деп үміттенемін. Жоқ, оныңыз не? Себебі еврейден жаман тек қыз-текелер ғана. Ал қыз-текеден жаманы еврей қыз-теке. Түсінікті, иә. Қара нәсілді болмағаным жақсы бопты. Әзілдеп тұрсың ба? Жоқ. Жұмыста енді сурет салушы болма. Мен оларды көрмейтін болайын. Мен бұл нобайларды дене бітімі туралы журнал үшін салам. Не туралы? Дене бітімі. Бұл дене туралы ғылым. Оны өзіңде ұста. Болды. Бар. Бар. Ей, Уайдер. Мына жерде бәліш қалды. Аласың ба? Жоқ. Қойсаңшы, бұл артықшылық еврейлер үшін емес. Шынымды айтып тұрмын, әйеліңе апарып берсең бола. О, сайтан алғыр, кінәлімін. Бірақ қаласаң алсаң болады. Жоқ, рахмет. Жоқ. Рахмет. Ей! Жетесізден жаман тек жетесіз антисемиттер болуы мүмкін. Ал мен еврейлерді жек көретін жетесіздерге жұмыс жасамайым. Ал сіз жаттығуыңыз керек. Сіздің денеңіз іркілдек әрі босаң. Бұлшық ет тонусы жоқ, тым әлсіз.
Егер өзіңізге деген құрмет болғанда жаттығып дұрыс тамақтанар едіңіз. Міне солай. Мына жүрісіңіз сізге мүлдем жараспайды. Түсінбеймін, неге жұмыс жасап жүріп қалғандарын бос уақытында жасауға болмайды? Жұмыс жақсы жүріп жатыр, қара. Сен мені естіп тұрсың ба? Ей! Бұл не? Өзің жасадың ба? Қалай қолыңнан келді? $7 сақтап қойдым. Қалғанын күш және денсаулық журналындағы адамдарға хат жіберуге жұмсадым. Неге? Кеңес пен жаңа ойлар алу үшін. Журналды өзінің дене бітімін жақсартқысы келетіндер үшін. Бұл шығыттер туралы журнал шығарғың келді ме? Билл Хок біледі ме? Билл Хок туралы журнал күш пен ауыр атлетика жайлы. Ал менің жасағаным денені, денсаулықты жақсарту және дұрыс тамақтану. Тақтайшадағы баспашаларға қара. Билл Хок, оның барлық атлеттері үздік, атақты адамдар. Барлығы соған жұмыс жасайды. Менің журналым басқаша. Ол ең үздігі болады, Янг мырза. Бұл кеңес барлығына жарайды. Ал оны кім сатып алады? Билл Хок қайдағы жоқ боқмұрынға бәсеке журнал шығаруға мүмкіндік береді деп қайдан шығардың? Менде очерктер, жаттығу фотосуреттері, бұлшықеттердің жеке бөлімдері, масса жинау туралы мақала, дайындық үшін барлығы бар. Адамдар дене бітімдерімен жұмыс жасау керек. Балам-ау, бұлшықеттер патшасы журналынан есімдерді алуға дәтің жеткен бе? Мұны кім оқиды, айтшы. Бір кездері барлығы оқитын болады. Бұлай жасайық, мен алғашқы 20 данасын тегін тастап кетем. Солай ма? Тегін болса болады. Қалғандарын алып келем. Джо, біз қай жерде аш жеміз? Жұмыс үстелінде. Бір кездері аш жетін үстелде ме? Иә, барлығы жақсы, барлығы сият. Бенни монреалдық атлет не болды? Клод режим. Ол Билл Хоктың журналында. Онда сурет ала алмайтын секілдіміз. Ауыр атлетика патшасы Джерри Джорджы? Мен оған хабарластым, ол Хоктың серіктесі. Олар не, барлығы келісіп алған ба, бұлшықетті өсіру туралы бір ғана адам жазуы керек пе сонда? Сен есіңе адастың ба, Джо? Бұл жерден алып таста барлығын. Не болды? Кэти, біз қалағанымыздай журнал жасаудамыз. Біз бе? Алым юридегі жұмысыңа не болды, Джо? Мен спорттың көмегімен адамдардың өмірлерін жақсарталам. Сен антисемиттің жиркенішті тамағын тасығанымды қалайсың ба? Оның тамағы жиркенішті емес. Қарапайым адамдарға арналған қарапайым тамақ. Олар қарынға барып жабысып қалмайды. Бір кездері біздің журналдың арқасында ол да жақсара түседі. Бұл орындалмайтын арман, Джо. Сен менің анам секілді сөйлеп тұрсың. Мүмкін ол реалист болған шығар. Джо, біз сөйлесе аламыз ба? Мен барып кофе ішіп қайтайын. Жоқ. Сыртта сөйлесеміз. Джо, ол жамандық ойлап тұрғаннан емес. Джо, мен үшін күні-түні журнал жазып зерттеп жаттығудың қажеті жоқ. Мен саған тұрмысқа шықтым. Сені осы қалпыңда жақсы көрем. Бұл сен айтқан ең жаман нәрсе болды. Бұл қалай қапалы болса да қазіргі мені емес, өзім армандайтын менді жақсы көргендерін қаладым. Менің армандарым көп болды, көбірек қаладым. Сондықтан да біздің некеміздің соңына жеткенін түсіндім. Некенің маңызы екі адам қосылып, ерекше нәрсені құрып шығару. Алға ұмтылу, лайықты өмір сүру. Ал өз үміттерің мен армандарыңды ұмытып, бірге өмір сүру мен туралы емес.
көтер. Жақсы, осылай. Тура ұста. Кішкене теңестір. Қалдырамыз. 3, 2, 1. Маған ұлы Велат режим бізбен жұмыс жасай алмайды деп айтты. Себебі ол Билл Хокпен келісімге отырған. Билл оның күшін жойды. Дәрігер маған ауырлықтың зиян екенін атлет жүрегіне шыдай алмау мүмкін екендігін айтты. Ол тура солай айтты ма? Оған жеткіз. Джо Уайдер айтып жатыр. Бұл нағыз сандырақ. Қимылдамай тұрыңыз. Дәрігер ештеңе түсінбейді. 3, 2, 1. Не болды? Бенни мен оларға бізді елемеулеріне жол берме. Сенің кезегің, Джо. Жақсы. Қимылдамай тұр. 3, 2, 1. Мінсіз. Керемет. Тағы да. Сеніңше кімнің алдында тұрсың? А? Мен Билл Хокпан, қарыс атқыр. Сен әсерлі, әрі ерекше көрін аласың ба? Бірақ үлкен дәретке отырғандай болып қалмасын. Не қызға айналып кеттің бе? Айттым ғой, мықтырақ, ынтамен. Қане, көрсетші маған. Сәлем, Джерри. Бұл не? Канадалық еліктеушілер. Бұл шығет өлшемі мен пішініне қызығады екен. Ха! Қыз текелер. Бұл шығетті қолдану керек. Ол әдемілік емес. Ал мынауың бар болғаны комиктерге арналған журнал ғой. Жұмыс жасаңдар. Бұл бодибилдингке арналған деп жатыр. Солай ма? Ал олар мынаны көрді ме, Джерри? Сәттілік комиктер! Негізі бұл Уайдер менің есімде. 13 жасында бөліп төлеуге гелдер алған болатын. Маған ондаған хаттар да жазды. Саған барлық жігіттер жазды ғой, Джерри. Сені аңызсың. Мен сені түсіндім, Билли. Бірақ оның табанды болған есімде. Оған көмектесуін өтінген. Апта сайын кешіктірме 15 центтен төлеп тұратын. Түсінікті. Сонда не, Джерри? Оған мән беріп қарағаның дұрыс болар. Ей, Джерри! Уайдер не қылған тек? Уай! Тура бір шошқаның қорасындағыдай. Уайдер! Иә, Уайдер. Ол керек болса. Дәрігер Бредер сізді қабылдауға дайын. Мырза? Сауалнаманы толтырмапсыз. Жоқ, мырза, мен сізге емделуші ретінде келген жоқпын. Мен сізді Уайдер дұрыс тамақтануы үшін кеңесші етіп алғым келеді. Уайдер тамақтану дегенің не? Бұл Уайдер тамақтануы. Баспашыдан ашық хат. Майлы тағамдар, мысалы фри картоба, жүрекке зиян. Жаттығусыз отырып жұмыс жасау режимі жүрекке зиян. Жаттығу және күнделікті машық. Міне жүректің мықты болуы үшін керекті нәрсе. Бұл Уайдер баспашылықтың өмірлік ұстанымы. Және біз денені жаттықтыру оған зиян алып келеді дегендерге қарсымыз. Құрметпен сіздің баспашы Джо Уайдер. Бенни! Мен әскерге кетем. Ендігі мұнда қалып қойғым келмейді. Онда не болатынын бәрінен артық білесің ғой, Бен. Білем, сондықтан да баруым керек. Болмаса өзімді кешіре алмайым. Бауырым менің. Бауырым. Есінен ауысқан бейшара, біздегі маңызды жұмыс осында. Жоқ, ол маңызды жұмыс тек сенікі. О, жоқ. Мен сенімен барам. Джо, маған қазір ғана басшылықтың сені жібермейтінін айтты. Не айтып тұрсың? Олар сенің журналыңды басып шығарғаныңды қалайды. Неге? Елге мықты ерлер керек, Джо. Сен мықты болып, күреске дайын тұруға көмектесесің. Сен жауынгерлерді жаттықтырасың, ал өзің күресті бастап кеттің. Жаттығуларды бірге орындасақ қалай? Өз міндетіңді орындап жатырсың. Маған да өз міндетімді орындауға рұқсат бер. Бірақ сонда
Қараш, өсіп кетірсің. Мен шынымды айтып тұрмын, Джо. Иә, мен де. Бер кел. Абай бол. Жарай ма, Бенни? Жарайды. Қайтып келмесең, барамын да өзім тауып алам. Түсіндің бе? Мен оралам. Сізді Хокинс мырза қабылдайды. Өтінем отырыңыз. Беки, оттықты беріш. Уайдер баспашысы. Иә, мырза, иә. Жас бірақ өршіл. Беки, екі скотч. Иә, Хокинс мырза. Скотч жақсы көресің бе, Джо? Мен ішпеймін, бұл шөп. Не? Ішпеймін, сонда да рахмет. Мені шақырғаныңыз үшін қуаныштымын, Хокинс мырза. Себебі менің журналым өте маңызды. Соғыс жүріп жатқанын ескере отырсақ, канадалық және америкалық жауынгерлер бұған қызыға қарауда. Дайындық және денсаулық сұрақтары олар үшін өте маңызды. Бодибилдинг жаттығулардың пайдасы барлығына арналған дұрыс тамақтану. Тіпті әйелдер де бұған бейжай қарамауы тиіс. Жарайды, демал бал, Джо. Кешіріңіз, бірақ мен тағы айтайын дегенім. Құдайым-ау, балам, демалып ал. Иә, кешіріңіз. Жарай ма? Иә. Сенің журналың маған ұнайды, сондықтан да осында отырсың. Мен сенің атлет жүрегі жайлы мақалаңды оқыдым. Жоқ, ондай ауру болмайды. Келсем, Джо, жауынгерлер де оны оқып әскери рухтарын көтереді. Сондықтан сенімен серіктес болуға дайынбыз. Біз үздіктердің үздігіміз, Джо. Және сенің журналыңды басып шығарғымыз келеді. Джо, мен мұндамын. Иә. Иә, біз оны әлемдік деңгейде көріп тұрмыз. Айына 50 000 дана шығарылым. Біздің Нью-Йорктік кеңсенің жанынан, Нью-Джерсиден редакция. Жігітім, сен жоғарғы лигадасың. Моз! Беки! Рахмет, мырза. Бұрынғы мейірбан штаттар қалай? Керемет, иә? Беки! Бұл не, күлкі ме? Күлгенің бе? Мен оны дұрыс жасай алмаймын. Онымен жұмыс жасауға тура келеді, себебі бұл тек басы ғана, Джо. Келісімшарт жасасып өзіме батылды қалдым. Оған қол қойда жұмысыңды бастай бер. Осылай, досым. Ұста. Не деймін? Арманым орындалды. Иә, арманың орындалды. Армандарды орындағанды жақсы көрем. Ана жерге қолыңды қой. Иә, бірақ маған $5000 аванс керек. Және Нью-Джерсиден кеңсе бұл әрине жақсы. Алайда Лос-Анджелестен турасын айтқанда Голливудтан кеңсе алсақ жақсырақ. Мен саған алтын жүн ұсынып тұрмын, Джо. Ал сенің саудаласың келеді. Бірақ менің қаржыландырылуы керек басқа да жобаларым бар. Әсіресе Уайдер гантельдері және Лос-Анджелесте мүсін жақсы. Нью-Джерсиден жақсы ма? Лос-Анджелестегі мүсіндер Нью-Джерсиден жақсы ма дейсің бе? Иә. Әрине, мырза, онда кино жұлдыздар, күнге күйген денелер, армандағанның бәрі бар. Ал бұл армандарды мен бәрінен жақсы саталам. Бір жыл бойына айына 50 000 дана шығарылым. Сонда айдан кеңсе алатын боласың. Иә, мен қабыл алам. Ал $5000 ше? Жоқ, бұл ессіздік. Мен шамамен осыған есептеген болатынмын. Мінекей. Жоқ. Маған кемінде 5000 керек. Ауысып отырсам бола ма? Көзіме күн түсіп тұр, тым жарық. Рахмет, кешіріңіз. Ал сен қырсық екенсің. Иә, мырза. Чек тапшасы!
Сәлем, сені іздеп едім. Редж парктың қалай болғаны дұрыс? 5 пе әлде 7 ме? Қаншалықты үлкен, соншалықты жақсы. Бұл Редж парк қой. Сен бүгін күндіз болатын фотосессияда боласың ба? Жоқ, мен Манхэттендегі спорт тауарлар бөліміне қажетпін. Клодтың жасыл шортыда болғанын, ал Тонидің қарнын қырғанын бақылап. Жарайды. Рахмет. Бір секунд. Дуальф, аяғыңды көтерші. Керемет. Әлде қайда жақсырақ болып қалды. Дуальф, қане, бұл жігіттеріңді қатай. Рахмет. Я, жақсы, жарайсың. Дуальф, жарайсың. Тони, түсірілім жайында. Ол жасыл шортыда болу керек, және қарнын қыру керек. Сен не телепатсың ба? Жоқ, мен Кейт екеуіңізді естідім. Жақсы, есту. Бұл жақсы ғой. Керемет. Онда да акустика жақын. Уайдер. Мен Джо Уайдер өмір сүру темпінің жоғарылайтынын болжаймын. Ал мұнымен қоса стресс пен күш көбейеді, сондықтан да психикалық және физикалық алдын алып, әлемге физикалық белсенділік пен жүйелі жаттығулардың маңыздылығын мойындатамын. Сені пайғамбар санай ма? Оған қоса бодибилдинг физикалық белсенділік пен жүйелі жаттығулардың негізгісі екендігін сеніммен айта аламын. Ол спортшыларға өз дене бітімдерін жақсы сақтау үшін керек болады. Әдепті жігіт, мұны санық. Мұна журналда тек қоқыс қана. Әрине, оның гантельдерінің жарнамасы. Мұна боқмұрын енді гирлер мен гантельдер сатуда сенесің бе? Мен секілді болғың келеді ме? Мен секілді болғысы келеді. Мен бұған шыдамаймын. Шыдамаймын! Мен бірдеңе салып едім. Қане, көрсет. Мынау сіз аландақсыз бол. Жарайды. Келесі шығарылымға қоямыз. Түсіндің бе? Жоқ. Әр шығарылымға қой. Жарай ма? Ханым, Уайдер гантельдеріне бүгін жеңілдік болып жатыр. Нәтижелеріне қараңыз. Таңғаларлықтай екен. Сыры неде? Оның жасап жатқанында қайталап. Бары осы, барлығының қолынан келеді. Уайдер гантельдері нұсқаулық және менің сүйікті жаттығу түрлерімен қоса сатылады. Олар сіздің денеңізді тонусқа келтіріп реттейді. Ал ол болса өз кезегінде санаңызға да әсер етіп өмірге деген құштарлығыңызды арттырады. Сөйтеді екен ғой, солай ма? Алаяқ. Не? Алаяқ? Жоқ. Ебіңді жоғалтпапсың? Бенни. Жібер! Сені көргеніме қуаныштымын. Бұл саған Египеттен ала келдім. Шәпке ме? Иә, Жақсы екен. ол сенікі. Сенің жаңа керемет кеңсеңе барып едім, сені осында деді. Режин фотосессиясы Стрингиде өтіп жатты. Мойындауым керек, бұқаралық ақпарат өкілдері қызығып отыр, оларды қалай жаттықтырасың? Біздің жаңа кеңсе, Бенни. Енді бізде жаттығуға арналған көптеген тәсілдер бар. Барлық бұлшықетке арналған. Біз жүйе құрудамыз. Ғылымды, бұлшықетті үлкенірек етіп көрсету артықтық етпейді. Бізді әйелдер және ашық фото өнерді жақсы көретін ерлер оқиды. Жанкүйерлердің аты жанкүйерлер. Міне солай. Джо, оларды бұлай тез жасау қалай қолыңнан келді? Мен American News компаниясының авансын қолдандым. Және біздің дене бітімі туралы журналдан түскен бірнеше жалақым бар. Олар жақсы сатылып жатыр ма? Жоқ, әзірше жоқ. Бірақ солай болады. Тым көп және тым тез. Сен барлық ақшаңды басқа жобаларға саласың. Тіпті әлі таппаған ақшамызды да. Және не қылған басқа жобалар? Маған айтып берші. Біз тағы бір журнал шығарамыз. Дәрігер Бреннет пен дәрумендер формуласын ойлап тауып, қартаюға қарсы дәрілер, протеинді ұнтақтар жасаймыз. Оған қоса жаттығуға арналған құралдар. Бәйне, жаттығуға арналған құралдар. Себебі бір кездері өз залымызда ашатын боламыз. Мұның барлығын қалай жасаймыз? Бізде ақша қалмай. Бізде айына 50 мыңнан асатын оқырманымыз бар. Және барлық жардама тегін. Қара, бәрі тегін. Иә, 50 мың оқырман. Бірақ резервте ештеңе жоқ. Неге? Себебі сен бүкіл кірісті салып жатырсың. Егер басқа жобалардың біріне уақыт көп керек болса ше, не құлап қалса, біз күйіп кетеміз. Бұл экономиканың негізі. Джо, сен мені естіп тұрсың ба? Джо, әлде мұқабадағы Бетти сені сиқырлап алды ма? Әрине, естіп тұрмын.
Сен кенеттен қаржы данышпаны бола қалдың ба? Мен іс сапар кезінде оқыдым, Джо. Егер сен осылай агрессивті кеңейтетін болсаң, бізді тәуекелге алып келесің. Бос сөз. Темірді ыстық кезінде соқ. Міне біз осыны жасайтын боламыз. Джо, Не болды? сен мұны көруге тиісің. Жетесіз. Бұл шығарылымда сен туралы жамандық көп. Ол ұлтшыл. Дәлелденбеген. Бұл туралы жазуға болмайды. Иә, бұл жетесіз атақты антисемит. Клод, Фред, Джек, Волейм бәрі білет. Сонда да болмайды, Джо. Енді журналдағы бағалы орынды алуға тура келеді. Жаттығу туралы кеңестер жазудың орнына оның өтірігіне жауап беру керек. Оны денсаулық пен фитнес алаңдатпайды ма? Оған билік пен ақша ғана керек, Джо. Ол біздің өз патшалығына кіріп жатқанымызды көріп алаңдап қалды. Біздік тәсілдердің жақсы екенін біліп, бізді бар күшімен алып тастағысы келеді. Біз оған біздің тәсілдерді көрсетеміз. Біздікілер оны әлем мырзасы кезінде артқа қалдырады. Қолыс. Менің жүріп қайтуым керек. Ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар. Әлем мырзалары. Уайдер мырза, сізді бір-екі сөзге бола ма? Не? Қазір ме? Жоқ. Біз керемет шоу көріп жатырмыз. Қосылыңыз. Әуесқой спортшылар кеңесінің өкілі ретінде сіздің спортшыларыңызды елдегі ауыр атлетика және бодибилдинг жұмыстарынан шығарып тастауға мәжбүр болам ба деп қорқам. Егер сіз кетпесеңіз әрине, сахнаны босатуыңызды сұрайын. Қандай негізбен? Не демексіз? Сіздің рұқсатнамаңыз кері алынады. Кімнің бұйрығымен? ақш ауыр атлеттер комитеті ең жоғарғы деңгейде. Бұл адамдар сізге жұмыс жасайды. Сіздің журналыңыз оларға төлейді, демек олар әуесқой спортшылар емес. Жоқ, оларға модель және жаттығу сарапшылар ретінде төленеді. Кеңес бүкіл солтүстік Америкадағы әуесқой спортты бақылап отыр, Уайдер мырза. Егер жарысқа қатысқыңыз келсе, біздің ережелер мен күйімізді сақтауыңызды сұраймыз. Сіз 200 өтірікшісіз. Бізге рұқсат бердіңіз. Енді келіп Хоктың оны бізден алып тастауынан көмектесіп тұрсыз. Сіздер бізбен жұмыс жасайсыздар, не мүлдем жұмыс жасамайсыздар. Егер біздің қатысушыларымыз кеңестен мүлдем шығып кетсе ше? Олар кейін мүлдем біздің жарыстарымызға қатыса алмайтын болады. Бірақ өз жарыстарына қатыса алады. Өтінем, жігіттер, уайдерлерді тыңдамаңдар, оларға сендердің қызығушылықтарың маңызды емес. Сіз олардан лайықты нәрсені алуға тырысып жатырсыз. Оларға кеңес керек емес. Сіз оларды елемейсіз де. Иә, оларды алып тастасаңыз соттан бірақ шығасыз. Бізге кеңес керек емес. Иә, бұл жігіттер енді ешқашан сіздің жарыстарыңызға қатыспайтын болады. Сізге сол керек пе? Қазір олар тек турнирлерге және ББХФ-қа қатысады. Ал сіздің турнирларыңыз түбіне жетеді. ББХФ деген не? Бодибилдинг халықаралық федерациясы. Ол туралы естімеппін, естеріңізден адастыңыздар ма? Онда тек үздік әлем бодибилдингтері. Олар және басқа да лайықтыларды тартамыз. Билл Хок екеуің ештеңе түсінбейсіңдер. Олардың қалаулары үздіктердің үздігімен сайысқа түсу. Түсіндіңіз бе? Солай. Біз осындамыз, олар осында. Адамдар қарауға келген чемпиондар. ББХФ деген біз боламыз. Біздің сайысқа түскіміз келеді, Гарри. Бізге кедергі келтірсең, қатты өкінетін боласың. Жарайды. Жарыс жалғасады. Ережелер мен күйді сіздермен ББХФ-пен кейінірек талқылайтын боламыз. Сәттілік. ББХФ деген ұйымның жоқ екендігін қашан түсінер екенсің, қызық. Бар, қазір ғана құрылды. Ханымдар мен мырзалар, жарыстың жеңімпазы Редж бар. Реджқа қол шапалақтап қойыңыздар. Бәрі сенің артың, рахмет. Күнделікті жаттығуды ұмытпа. Мүмкін деп алып аларсың. Жоқ, рахмет. Жарайсың. Керемет, жоқ. Сенің мәселең не екенін білесің бе? Неде? Сенің ойыңша, жасап жатқаның спорт. Менің не ойлайтынымды білесің бе? Жоқ, менің оған түкіргенім бар. Сенің тіпті ойланатыныңа күмәнім бар, Билл.
Сенің миың, сенің журналың секілді кеуіп кеткен болар. О, әзілің керемет екен. Жақсы, жарайды. Құттықтаймын. Мен сіз ерлерді жасаймын. Мен ұлыларды тәрбиелеймін. Ал сен болсаң, бүгін сенің жолың болды. Бұнда не болып жатыр? Сенің ағаң құлап қалғанға ұқсайды. Оған тынышталатын уақыт келді деп ескерткенің дұрыс болар. Джо, жеңіс біздікі. Оны тартып алуға жол бермейміз. Кеттік. Жүр. Кеттік. Маған дәрігер керек. Иә, солай, кеттік. Oh, I'm packing my grip, and I'm leaving today. Packing my grip, and I'm leaving today. Cause I'm taking a trip, California way. I'm gonna settle down and nevermore roam and make the San Fernando Valley Голливуд бізге қалай my home. көмектеспек? Қойсаңшы, Бенни, мұнда бәрі керемет қой. Үнемі жылы, күн шығып тұрады. Мұндағы адамдарға өздерінің қалай көрінетіні маңызды. Олар свитер, плаштарға жасырын алмайды. Оларға мұның керегі де жоқ. Ал мен калифорниялықтардың бөтендерді қуанышпен күтіп алмайтындығын естідім. Ал бізде бұлайда бәрі жақсы. Біз оларға керекпіз. Біз керекпіз. Бізді жақсы көріп кетеді. Егер сен солай деп ойласаң, And make the San Fernando Valley my home. And make the San Fernando Valley my home. кешіріңіз. Уайдер мырза, бірақ мен шатасып кеттім. Сіз бен сіздің серіктестеріңіз Зал мырза екеуіңіз маған жарық түсірулеріңізге тура келеді. Зал мырза, ол кім? Мен де соны білгім келіп тұр. Ол неге келмеді? Ешқандай Зал мырза деген жоқ. Сіз Зал мырза туралы айтқан болатынсыз. Жоқ, мен айтпадым. Уайдер мырза, сіз бірнеше рет Спот Зал мырза туралы айтқансыз. Спорт зал деген адам емес. Орын. Орын. Біз әңгімелесіп жатқан нысан. Түсінікті. Бірақ біз спорт залдарды қаржыландырамыз. Кешіріңіз, Хогберг мырза. Мен сізге оны қуана көрсетер едім. Егер несиені мақұлдасаңыз, онда жаттық аласыз. Бұл сіздің өміріңізді өзгертеді. Бірақ мен оны өзгерткім келмейді. Осы қалпы ұнайды. Әлгі спорт залдарында не болады? Жаттығулар. Хогберг мырза, жаттығулар. Адамдар не үшін төлейді? Зілтемір, скакалка, гантель дегендерді білесіз бе? Естіп педіңіз? Оның біреуге не керегі бар? Қарапайым адамға мұндай қызық жерге төлегені қалай? Әдем, әрі мықты болу үшін. Қарапайым үлкен адамдар ауыр нәрселерді көтеріп бізге терлеу үшін жақсы ақша төлейді деп ойлайсыз ба? Оған қоса атлет жүрегі мен жүрек талмасына ұшырау қаупі де бар. Хогберг мырза, атлет жүрегі деген аңыз ғана. Жаттығу арқылы біздің ағзамыздың ең маңызды бұлшық ет, жүректі нығайтасыз. Сіздің қаныңызға оттегі түседі, сосын миға барады. Ойлауыңыз нақтырақ бола түседі. Спорт залдар, болашақ. Олар адамдарға керек. Дене, ақыл және рухқа пайдалы. Егер адамдар жаттыққысы келсе, спортпен айналысады. Оксен, гребели және көптеген басқа да энергиялық сабақтар. Оларға мынау ауырлығы бар жалпы шабыну бөлмесі шынымен де керек емес. Жоқ, бұл деген Голливуд қой. Голливуд. Иә, солай. Ал сіз мына ойларыңызды Нью-Йоркте ұсына аласыз. Сонда ғана мұндай ойларды қаржыландыруға келіскен банк қызметкерлері естерінен адасқан болып тұр. Темек шеккен зиян. Джо Уайдер, кіргенің үшін рахмет. Сені көргеніме қуаныштымын. Құдайыма, мұнда нағыз алқапты құрып алыпсың ғой. Иә, Үнемі осыншама адам жүре ме? сенің арқаңда күн санап өсіп келеді. Осында келгеніңе сені алмай тұрмын. Иә. Мұның барлығы сенің арқаң. Ойлаш, көпшілігі әлі тіпті спорт зал дегенің не екенін де білмейді. Жігіттер, қараңдар. Жалғыз әрі қайталанбас Джо Уайдер. Джо Уайдер дәл өзі? Танысқаныма қуаныштымын. Иә. Сендер туралы мақала жазғым келеді.
батыс жағалауларындағы жаттығулар жай. Керемет болар еді. Осыны сақтаңдар. Жарайсыңдар, жігіттер. Жабдықтар үшін банктен несиеге қалайша рұқсат берді? Еш қалай. Олар бұл үшін ешқашан ақша бермесе, олар бізде есінен адасқандай болды. Иә, сөздерің өте таныс. Қойсаңшы, тағы бір залды ашудың не қажеті бар? Бұлай асығудың қажеті жоқ. Мен Билли Хог емес, досыңмын. Сенің бүкіл тауарың менде, тіпті гантельдерің де. Сен менің не айтқанымды естідің бе? Құдайым-ау. Мен саған айтып тұрмын. Джек, бұл шынында сол ма? Егер сен Бетти Броснер туралы айтып жатқан болсаң, иә. Өмірде одан да сұлу екен. Джеке, сен бізді таныстыруың керек. Қойсаңшы, әлемдегі ең әдемі әйелмен сендей ақмақты таныстырып қайтем. Оның мәні неде? Айтшы. Мен сені түсіндім. Бірақ сенен өтінем, маған көмектесші. Жарайды, онда бұл жерден спортзал ашпа. Не? Сен спортзал ашпайсың, ал мен сендерді таныстырамын. Жарайды, жақсы, келістік. Бірақ өзіңнің жетекшің ретінде таныстыр. Жетекші? Сен Нью-Йорк баспашысы емессің бе? Мұның өзі аз ба? сенікі дұрыс. Бізді жай ғана таныстыр. Жақсы. Енді маған иығыңды көрсет. Тағы ойнақы. Мәнсіз. Демала ғой, қоршағым. Сәлем, Бетти. Лоуни, қандай жағымды кездесу? Иә, мен журнал баспашысы Джо Уайдермен келдім. Оған сенің фотосессияң қажет. Уайдер, таныс есім екен? Сіздер бірнеше ай бұрын Джек Лолейнада кездескен болатынсыздар. Ол бұлшығеттер және жаттығулар туралы журнал шығарады. Әрине, менің есімдесіз. Джек Лолейнанның досы. Иә, біз залда кездескен болатынбыз. Сіз өзіңіздің философия мен өнерге деген махаббатыңыз жайлы айттыңыз. Есте сақтау қабілетіңіз жақсы екен, Джо. Тағы да саубол қару мен Фест Уаллердің пианиносын жақсы көретініңіз айтқансыз. Иә, өте жақсы көремін. Джо, сен Бенниге фотосессия ұсынбақ болып едің. Мен оны жай ғана қаламадым. Олар маған керек. Жаңа журнал мұқабасындағы Беттидің суреті. Сіз мінсізсіз, Бетти. Сіз менің журналымның әлем бойынша сатылуына көмектесесіз. Бұлшықеттер журналының мұқабасында қыз тұра ма? Бросмер ханым, иә, шынында бұл бірінші рет. Сіз ұлы Эрл Кларкпен бірге боласыз. Не қылған Эрл Кларк? Мүмкін әлем мырзасы Радж Парк. Радж Парк деген кім? Радж Парк пе? Ол да әлем мырзасы. Кешіріңіз, мен сіздердің жарыстарыңызды көрмейді екенмін. Тони Кортис пен мұқаба жайлы қалай ойлайсыз? Тони Кортис деген кім? Ол актер ғой, Уайдер мырза. Жоқ. Мұқабаға актермен шығу үшін сіздің дене бітіңіз тым мінсіз. Ал олар не тым жіңішке, не тым босаң. Сіздің қасыңызда одан сайын жаман көрініп қалады. Жоқ, сіз нағыз бодибилдермен бірге болуыңыз қажет. Беттидің уақыты арзан емес. Әдеттегіден 15%-ға көп төлеймін. Рахмет. Мен сіз таңдаған адаммен жұмыс жасауға дайынмын. Керемет. Жақсы. Тағы да крем бола ма? Мына жерге, кішкене ғана. Беттиге де. Қазір. Тоқта. Міне осылай. Бәрі тегіс болу үшін. Керемет. Жақсы ма? Дақтар жоқ. Керемет. Мүмкін аяғыңды көтерерсің. Неге солай жасамасқа? Осылай. Билейміз бе? Билегін келе ме? Иә. Үзіліс. Демалай. Керемет. Ғажап боп тұрсың. Ұнай ма? Ұнағанды қалай? Шомылу киімің мінсіз, көздерің, шаштарың барлық. Мінсіз. Ғажап. Мінсіз. Қане жүріп қайтайық. Серуендейміз бе? Қане, кеттік. Жүріп қайтайық. Кеттік.
Тыңдашы достым. Тұра аласың ба? Не? Сенің көлденең бұлшықеттерің, олар керемет екен. Не дейсің? Тіпті мүсінші де бұлай жасай алмас. Ей, қыз тек емеспін. Менде, бұл менің бизнесім, бизнес. Тура бұлшықетің қатты ма? Мен оның не екенін білмеймін. Қарынның бұлшықеттері, текшелерді айтам. Жеткілікті түрде қатты секілді. Қатайта аласың ба? Бұлшықеттеріңді қатайта аласың ба? Бұл маған ұнамайды. Мен бұлшықеттер туралы журналдың бас басшысымын. Жай ғана көрем. О, өтінем. Вау, браво, керемет. Жақсы жұмыс. Оларды қалай шынықтырдың? Серфте шығар. Аха. Ал сен менің көргім кеп тұр. Көрсетші, қарсы емессің бе? Осында құмда ма? Иә. Бәрі жақсы. Ха. Бер келші. Қане? Не? Шынымен бе? Шынында ма? Күлкілі деп ойлайсың ба? Ал осылай күлкілі ме? Енді былай жасап көр. Ой, бәрі жақсы. Жақсы. Болды ма? Жақсы. Бастай беруге бола ма? Иә. Қане. Ал сен Люрер Колдертпен болатын тәуекел мұқабаға қарсы емессің бе? Люлер Колдерт деген кім? Болашақ әлем мырзасы. Бицепслары 53 сантиметр болатын жалғыз адам. Иә, ол қара нәсілді. Ал ол маңызды ма? Оның сондай бицепслары болғаны ма? Оның қара нәсілді болғаны. Ал мұқабада бұған дейін қара нәсілді бодибилдерлер болған жоқ. Біз алғашқы боламыз. Мен сенің алып бицепслардың бірінде ілініп тұрғаныңды қалар едім. Не дейсің? Егер мақсатың қара нәсілдінің шыныққан денесін бірінші болып көрсету болса, сен қалағандай болсын. Ал менімен айтарлықтай әсер бола қоймайды, Джо. Мойындауым керек. Сен 100% дұрыс айтып жатырсың. Менікі дұрыс болмады. Сен де мұндайды көп естисің. Оны да білем. Не болды? Сен менікін дұрыс дедің бе? Солай болуы мүмкін. Басқа нәрсе туралы сөйлесейікші. Не жайлы? Басқа нәрсе жайлы. Басқа нәрсе. Жарайды. Біздің махаббатпен айналысуымыз жайлы айтайық. Сен сондай еппен, сондай керекті ырғақпен қимылдайсың. Сандарыңды да керемет қимылдатасың. Бұл бөксені көтерудің арқасында. Бұл туралы әйелдерге арналған мақалада жазу керек. Оқырмандарға пайдалы болады. Ақымақ екенсің, Джо. Не болды? Ештеңені де түсінбейсің. Не, қайда барасың? Үйге. Жоқ, олай жасама. Неге? Сенің көлігің жоқ, сосын сен маған керексің. Мен саған керек емеспін, Джо. Саған керегі барлығы оқып, сүйсінетін тақырыптар ғана. Онда мен емес, сен түсінбей тұрсың. Мүлдем түсінбей тұрсың.
Дәл солай. Себебі сен өзің жайылда, отбасың жайылда, Канада мен сезімдерің жайылда айтпайсың. Ешқашанда. Мен балалық шағым туралы айтқанды ұнатпаймын. Маған бір нәрсе ғана бер. Бір нәрсе ғана. Нені? Ең бақытты шақ. Балалық шағыңның ең қымбатты кезеңі туралы айтшы. Бақытты шақ не үшін? Себебі менің білгім келеді. Мен басқара алатындай бір зат. Не пішін емеспін. Түсінемісің? Сенің не деп тұрғаныңды түсінсем бұйырмас. Мен осындамын. Менімен сөйлес. Маған сенің кім екендігіңді білу керек, Джо. Мен кіммін? Мен жай ғана Джо. Бір нәрсе ғана айтшы. Бір нәрсе ғана. Не болса да. Мектептегі бірінші күн. Бақытты естелік емес пе? Жоқ. Сен қайда отырып едің? Онда терезе болды ма? Сен оған қарадың ба? Мен білмеймін. Мүмкін менде бәрі дұрыс емес шығар, бірақ журналдағы жұмыстан бөлек ештеңе есімде жоқ. Жарайды. Жақсы. Онда мен бастайым. Менің Сан-Францискода әпкем болатын. Ол мүсіншілерді жинайтын. Парфордан, шыныдан және ағаштан жасалғандарын. Оның сүйікті пішіндері шынының арғы жағында барлығының көз алдында тұратын. Бірде бала кезімде оның үйінде қонатын болдым. Менің мүсіншілерге қалай қарағанымды көрді. Керемет шыны мүсіншілер болатын. Сонда ол шынını ашып, оларды ұстап көруге рұқсат берді. Мен мүлдем ойлап та көрмеген күшті сезіндім. Қолымда өте бір маңызды зат тұрғандай. Өмірімде бірінші рет, түсінемісің? Бірінші рет. Міне ол бақытты шақ, Джо. Жоқ, менде мұндай ештеңе де болған жоқ. Ештеңе де. Ал туған күндеріңше? Сенің сүйікті бәлішің. Біз туған күндерді атап өтпейтінбіз. Бәліш те болмайтын. Мүлдем болмады ма? Бет, өтінем. Менде ешқашан бақытты сәт болған емес. Бәліште. Мүсіншені алу үшін оның шкафын ашқанымда, енді олай жасамауым үшін оны жеуге мәжбүрлейтін. Кешір. Сенің олай ойлағаныңды қаламап едім. Мені бір түрлі деп. Сен мен білетін адамдардың арасындағы ең қызығысың. Және саған шексіз ғашық екенімді білуің керек. Мен саған ғашықпын. Құдайым-ау. Мансаптық суицид. Менің оңтүстікте тұратын достарымның Уайдер туралы не айтып жатқаны қызық. Оның жаңа қарамайланған досы жайлы. Онда екеуін де жазалар еді. Мұндайда болады екен-ау. Бұл туралы не ойлайсың, Джерри? Номерде алғашында бізде жарияланған 3 мақала бар, әрине. Мынау және мынау.
Лайки Сракель Миллер де бізге шықты. Біздің жаңа журналдар ақшаны талап етіп жатыр. Соның арқасында бізге табысқа шығу қиындауда. Бенни солай айтты ма? Табыс деген біздің жалақы, Джо. Ішімдік пен шылым адамдарды өлімге алып барады. Және біз сонымен күресіп жатырмыз. Барлығы бірдей деп ойлаудың қажеті жоқ. Адамдар жаттыққысы келеді. Бірақ кейде ішіп, тіпті шегіп те қалуы мүмкін. Қазір 57-ші жыл, Джо. Уақыттар. Жоқ, олай емес. Біздің журналдарда біз жаңа әлемді сатамыз. Дәрумендер әлемі, протеинді сусындар әлемі, көкөніс шырындары мен белсенділіктері. Менің енді шуым керек. Онда протеинді сусын іш. Жоқ, маған мартини қажет. Егер әлем толықтай ақуызды протеин сусындарын іше бастаса, жоқ. Оған дейін өліп кетермін. Иә бардың. Ішімдік пен шылымнан болуы мүмкін. Уайдыр тәсілі шынай тәсіл. Біздің сөздеріміз іспен тарамайды. Маған ұнап қалды. Жазып қой. Мұқабада болады. Ол өте ақылды. Негізінде мен де ақылдымын, Джо. Бірақ өкінішке орай, бізге осы күнәлі жарнама қажет. Немесе біз өзіміздің көрегендігімізді мүлдем жеткізе алмаймыз. Мүлдем. Солай ғой. Оларды Билл Хок жарнамаласын. Біздің бизнес, денсаулық. Әрі қарай не бар? Бетти, жауап бересің бе? Алло? Алло? Иә, Хокинс мырза. Джо? Бір секунд. Сәлем, Рой. Нью-Йоркте ауа райы қалай? Суық жағымсыз әрине. Бірақ өкінішке орай қиындықтар бар, Джо. Бәрі бітті. American News банкрот. Оның авторларына хабарлас. Кімге жұмыс керектігін сұра. Олардың барлығын қалаймын, Джерри. Джерри! Олардың барлығын. Сенде жаңа қарсылас пайда болды. Хоктың жетесіздеріне түкіргенім бар. Бұл менің жұмысым, Джо. Кешір, бірақ мен балаларымды асырауым керек. Кэти менімен кетеді. Сен бірінші болып кетуің керек еді. Мені бірінші кетет дегенді қайдан алдың? Мен кедеймін ғой. Жоқ, жай ғана кедей емес. $1,000,000 қарызы бар кедей. Миллионердің жаңа түрі. Әдеттегілермен ішің пысат, Джо. Ей, кез келген әдемі қыз басқа еркекті табады, Джо. Ал маған одан да артығы керек. Қалыптасатын арманшыл сен ғана емессің, Джо. Ей, мен сенімен ұзақ болам. Бетти, сенің ұзағыңды ресми рәсімдесек қалай болады? Мәңгіге. Сен мені әлемдегі ең бай кедейге айналдырасың. Байлықта да, жоқтықта да. Солай ма? Тоқта, бұл келіскенің бәлде сұрағың ба? Сен ұсыныс жасайды деген үмітімнен айнып жатыр едім.
керемет. Бұл хок жігіттері, олардың дене бітімдері, олардың күштерінің арқасы. Керісінше емес. Әлемдік деңгейдегі бұл атлеттерге мен керекпін. Ескі әлі мейірбан мен ғана керекпін. Ол өздерін шебер деп атайтын кейбір жандар бөксе байлағышты жылтыр негрлерге байлайды. Мен әзілдеп тұр деп ойлайсыздар ма? Солай ма? Мен чемпиондармен жұмыс жасаймын, ал менің қарсыласым лас гомо негрлермен жұмыс жасайды екен. Ағайынды уайдарлар өздерінің ББХФ сынында бодибилдингті олимпиадалық спорт түрін айналдырғысы келетіндерін жазған. Шынында да солай дейме, білуімше ол қазір банкроттықтың шаруаларымен қол тимей жүр. Олар және олардың жиркенішті журналдары соңына жетті. Джо Уайдер кеңеспен осы турникті бойкот жариялайды. Бұған не дейсіз? Ойды келген жоқ, себебі көрінуден қорқады. Билетті ала алмайтыны да түсінікті. Араларыңызда Уайдер Федерациясының барына сенетіндер жоқ шығар. Тағы бір сұлу сары құба қыздарымен, жоқ шынымен ақ. Мұны жазайын ба? Жоқ, міндет емес. Мен оны өзім жазам. Сөйтіп мақаланы қайдасың, қайдасың, уйди деп айтамын. Оның аты Джо Уайдер, ал мен оның орнына осындамын, бейшара жетесіз. Міне, бізге кім келген қараңдар? Кіші Уайдер. Мәселе неде? Мүмкін мен оны жетон деп атармын. Не дедің? Неге таңғаласыздар? Ол нағыз еврей ғой. Джозеф Эдвард Уайден. Олай емес пе? А? Әрге. Оны өзім ұстайым. Жібер. Жібер мені. Кеттік. Бүкіл қызықты бұздың, Джерри. Қазіргі еврейлер неге сонша өкпелегіш болып кеткен, а? Қолыңды тап. Сені өлтіргендерін қалайсың ба? Ал керек болса Джерри Джордждың өзі. Сен одан артықсың. Анау жетесіз бірінші болып шектен шықты, сен оны білесің. Ал біз ағам екеуміз балалық шағымызда саған тәнті болатынбыз. Сенің ағаң алғашқы гантелін менен алған. Мен де. Ал енді сен анау антисемиттік шошқамен мансаптың нұрына шомылып жүрсің. Масқара. Жоқ, тоқта. Бен күте тұр. Тыңда. Мүмкін Хоктікі де дұрыс шығар. Хок жігіттері, Уайдер жігіттері бар шығар. Бірақ мен Хок жігіттерінің қатарын демеспін. Жоқ, сен оның қуыршағысың. Тістерің маңызды болса, тіліңе еге бол. Мен Уайдердің командасында болғым келеді. Сен және сенің ағаңмен мақтанам. Хок болса жай ғана масқара. Оған қоса өзінің қарғыс атқыр кеңесі секілді өзі де қартайды. Біз ештеңе ұсыналмаймыз. Қателесесің. Мен толықтай спорт деген атақты алу үшін бодибилдингті дамытқым келеді. Ал бұл орын алу үшін сендер оны ББХФ-ті дамыта берулерің керек. Оған ресми мәртебе керек. Мен қол жинап бүкіл әлемді шарлап шықтым. Оған әлі уақыт болады. Тыңда. Қазір сендерге бодибилдерлер арасында өздерің жайлы мәлімдеме жасау керек. Джо екеуің Хокқа шақыру тастауларың керек. ББХФ-тің ұтуы мүмкін. Жеңеді. Бұл спортта ағам екемізден артық ешкім жақсы көрмейді. Осыны жасаңдар. Әрі қарай маған сенсеңдер болады. Оралуыңмен, Бейни. Енді артқы орында отыратын болғансың ба? Керемет көрінесің. Сөмкелеріңді уайымдама, кет. Олар біз құрған нәрсені алып қойғылар келсе қатты қателесе. Мен де оларды сағындым. Біз басқа дистрибьютор табамыз. ББХФ-ті демократиялық таңдаулы кеңесі бар басқарылатын мекеме ретінде мойындаған кезде бұл оңай болады. Қандай жоспарың бар? Біз әлем мырзасынан асып түсеміз. Біз барлық бодибилдерлермен байланысып тарихтағы ең маңызды әлемдік турнир құруға көмек көрсетулерін сұраймыз. Джерри Джордж әлемді аралап, әр елден таланттар іздестіреді. Сен бодибилдерлермен байланысып, Уайдер бағдарламасына шақырасың. Ал сосын мен өзіміздің ББХФ-ке шақырам. Мен басты мақсатымызды ұмытқан жоқпын, Джо. Біз олимпиадалық спорт түріне айналамыз. Бодибилдинг елдің дамуы үшін өте қажет, ал бұл турнир бодибилдинг үшін қажет. Қашаннан бері үміттенетін болғансың? Реалист едің ғой? Онысы да мұнысы да бола беруге болады.
Бұл іске үйлену керек. Сен оны жақсы білесің. Бәне, мен үйленіп қойғам. Қазір емес, Джо. Не болды? Мен шынымен айтып жатырмын. Тоқтат. Жоқ, Айдардың сыр ашып отырғанын көремін деп ойламаппын. Тек арнайы оқиғаларға байланысты ғана. Ал бүгін дәл сондай күн. Ларри, мойындауым керек. Әлем мырзасын бәрінен тартып алдың. Мұнда сенің де еңбегің бар. Мен сенің журналыңдағы тәсілдермен дайындалдым. Мендегі сұрақ мынадай. Әрі қарай не істемексің? Әлем мырзасы болған соң бәрін тоқтатасың ба? Мен бұл туралда ойлаған болатынмын, Джо. Меніңше жарыстардан кетіп, модельдік жұмысыма оралғаным жөн сияқты. Құдай-ау, өте өкінішті. Неге? Әлем мырзасы болған соң әрі қарай көтерілетін деңгей жоқ. Бұл ұлылығыңа деген жазаң. Ал егер саған ББХФ-тің бодибилдерлер арасында әлемдік жарыс ұйымдастырып жатқанын айтсам ше, мәнсабыңды сақтап қанша қаласаң да қатыса бересің. Қайда қол қою керек деп жауап берер едім. Ал турнир қалай аталмақ сонда? Біз әлі атын ойлап тапқанымыз жоқ. Ендеше Олимпия мырза болса ше? Олимпия, бұл керемет. Бетти, тосын сыйға толы екенсің. Оны қалай ойлап таптың? Олимпия мырза болғым келер еді. Алғашқы Олимпия мырза үшін текке тапсырыс бермегеніне шүкір. Nowhere to run to, baby. Nowhere to hide. Got nowhere to run to, baby. Nowhere to hide. It's not love I'm running from. Сенің денсаулығың үшін. Got nowhere Денсаулық үшін. Cause I know you. Міне нағыз шоу. Солай емес пе, Билл? Мойындауым керек, Уайдерлер ең ауқымды жарысты ұйымдастырды. Не дедің? Өткізіп алдың ба? Тоқта, тоқта! Кімді айтып жатырмын? Самырсақта. Алып жүр оны қане. Жүр қане! Жүр! Мырза, бұл ББХФ және Олимпия мырза президенті Бен Уайдер. Уақытыңызды бөлсеңіз деп едім. Сізге ұсынысым бар. Сұрағаныңыз жақсы болды. Бодибилдинг Олимпиада спорт түрлеріне кіру керек. Иә, мырза, біз солай ойлаймыз. Жоқ, оныңызбен келісеміз. Қызылдың үстіндегі сары дұрыс көрінбейді. Оны білмейтін бе едің? Мен реттеймін. Сосын тақырыптың баспасын өзгерт. Қараның үстіне ақ түссін. Анық көрініп тұратындай болсын. Жоқ, бұл жай ғана қателік. Қателікке уақыт жоқ. Бәрі мінсіз болу керек. Мақұл. Джо! Сәлем, Джерри. Әлемдік сапарың қалай? Ғажап жаңа таланттар бар. Қазір айтамын. Норвегиялықтар, венгриялықтар, австриялықтар, қаншама таңғаларлық жандар. Тіпті санынан шатасып қалдым. Олардың денелеріне қарап көрек. Онда не? Жаман емес. Жаман емес. Тоқта, тоқта. Мынау кім? Арнольд Шварц. Төлесең де оның тегін айта алмаспын. Спорт залда барлығы оны тук деп атайды. Бір суреті бар соңында. Құдайма, Бетти оның түріне қараш. Нағыз табандылық. Міне саған үлгі. Ол қай жерден? Австриядан. Көріп тұрсың ба? Көз қарасын. Көздерінде от. Мен оны өз көзіммен көрдім. Кинодағы қатаң жігіттер осындай болу керек деп санаймын. Күлгенің бе, оның бицепсылары бүкіл экранда алады. Осы сөз. Тоқта, күте тұр. Қарасаңшы. Қане, Моллиге айт, Австрияға дейін 2 билет алып қойсын, қазір. Жоқ, Холк одан бас тартыпты. Одан да жақсы. Құдайыма, біз оны таптық.
Сәлем, Арнольд. Менің есімім Джо Уайдер. Мен білем, кітаптар оқимын. Иә, олар менің журналдарым. ББХФ. Менің федерациям. Сіздің суреттеріңізді көргем. Ал мен сенікін. Қара. Бұл мен ғой. Бұл кімнің салған суреті? Менің. Мен оны өмір бойы салып келе жатырмын. Бодибилдингтің келбеті болғың келмей ме? Мен Олимпия мырзаға қатысқым келеді. Мен де жаттықсаң, ұтатын боласың. Мен Олимпия мырзаны ұтқым келеді. Бір рет қана ма? Егер ұтқың келсе, аяқтарың кеудеңе сай болуы керек. Ол тым үлкен. Бізге ең маңыздысы теңдік. Сен үлкен болуың керек. Жаттығу құралдары бар ма? Жоқ, мен тек бөшкелермен жаттығам. Бөшкемен бе? Иә, Қызық екен. Бірақ бұдан да жақсы жасауға болады. Әлде қайда. жарайды. Анадағың да жаман емес. Маған ұнапты. Оны өзім жасадым. Қане, мен қарап көрейін. Керемет. Тұр. Тұр. Жаман емес, е? Мен сенің мақалаларыңды оқығам. Бұрындары жарысқан екенсің. Жас кезімде. Бірақ кейін иығымды жарақаттап алдым. Не болды? Билл Хок болды. Ұзақ әңгіме. Ол маған жарамсыз екенімді және американдықтар менің ұсқынсыз түріме үйренісе алмайтынын айтқан болатын. Хокқа ұқсайды. Қане. Ашуыңды қолда. Қане. Міне, өз ашуыңды осында бағыттау керек. Тағы екеу. Тағы бір рет. Соңғысы. Қане. Тағы да. Жетет. Керемет. Сен тағы екеу ғана дедің. Білем, мен өтірік айттым. Арнольд, мен сенің әлемнің үздігі болғаныңды қалаймын. Артық та кем демес. Менімен біргесің бе? Иә, Джо, мен барымды салам. Жарайды. Тырысатын болам. Жақсы. Бұл үлкен тау. Бірақ біз оны бірге жеңіп шығамыз. 20 секунд. Джек, танысып қой. Туп. Арнольд, таныс бол. Джек Лауэр. Танысқаныма қуаныштымын. Американдық спорт залдар шынында да жақсы. Солай ма? Бұл жер саған ұнап жатыр ма? Иә, көңіл көтереміз әлі. Жарайды. О, мүлдем жаңа түр. Қане! Тағы да! Мен Олимпия фаворитін біледім, бірақ мынау пайда болды. Мені де осындай айта аласың ба? Фрэнк. Джостон Марти Джеймс Бонд секілді. Ал ол болса жүк тасушы көлік секілді. Сен де жақсысың, Фрэнк. Кереметсің. Менде таңдау қалмады, Джо. Жігітің керемет. Құдайма, Арнольд. Бәрі жақсы ма? Керемет. Иә, менің оны сындырғым келген жоқ. Ол менің сүйіктім. Бетти менің оны қалай жақсы көргенімді білесің. Джо, Джо, сөйлесуіміз керек.
Bükül ömür boyu adamlar meni ne şabıttandıratынан surap etdi. Birak onun jawabын tek ol ömürden ötkönde түсіндім. Ol şabıttandırdı. Bala balalık şağında almagan нәрсесін ömür boyu izdеп ötöd eken. Arnold'qa da birdeňe gerek bop şykdy. Ol da sonu izdedi. Qane? Senin kolundan kelet. Tağı da. Come on. Tağı besew. Come on, you can do it. Come on. Five more. Qane? Anau jigit ekese köp jasad. Bas. Tağı soňgy ret, tağı da. Жақсы. Tur. Kollarında жоғары. Тиісінше қытай. Көрсет. Мені түсіндің ғой, Arnold, mening aytqanımды jasa, jaraymy? Көңіл көтер. Қолыңнан не келетінін көрсет. Күлдір. Сонда сені жақсы көріп кетеді. Сәлем, Джо. Кешіріңіз, біз сахна сыртына қылмыскерлерді кіргізбейміз. Мен Серхионы жаттықтырдым. Бүгін ол осы жерде өнер көрсететін болады. Сен басқалар секілді залдан көресің. Джодан кезекті соққы. Сен мына кубалық құдайға қарасаңшы. Сен мына кубалық құдайға қара. Оның белі санына дейін жіңішке. Ол сенің жігіттеріңмен еденді сүртеді. Мүмкін мен онымен өзімнің артымды сүртермін. Ал сен қарап тұрасың. Қарапайым прогресс жасапсың. Уайдерге қарама, сенде бірдеңенің бар екенін біліп едім. Бәрін сындыр, Арнольд. Одан да сенің жағыңды сындырайын. Қолыңнан не келетінін көрсет. Ал сен өзіңді керемет ұстадың. Сенің кинода болашағың бар. Мені ешкім түсінбейді. Хок мысалы сені жақсы түсінді. Қане, кеттік. Иә, Олимпия мырза атауын мен ойлап таптым. Бірнеше жыл бұрын. Біз жай ғана үстел басында әңгімелесіп отырғанбыз. Сонда мен жай ғана. Уайдер ханым, әдем болып тұрсыз. Менімен жеңімпаздар секторына өтпейсіз бе? Сіздің қатысушыларыңыз өте мықты екен, Хок мырза. Рахмет. Алайда жақсы адам жасау үшін намыс пен абырой керек. Ал сіз бұл туралы дымды да білмейді екенсіз. Ал сәттілік. Не айтып жатыр едік? Ханымдар мен мырзалар, сіздерді бодибилдингтің бірінші көрсетіліміне шақырам. Сәттілік. ББХФ ұсынады Олимпия мырза. Есіңде болсын. Көңіл көтер, әрі оларды күлдір. Ал. Міне олар, әлемдегі ең үздік бодибилдерлер. Қарсы алыңыздар. Меніңше ұшақ әдеске. Масса симметрия жерлеріне. Залда олардың барлығы мақсат. Бұл мүсіндер біздің өмірімізде көрген ең үздік мүсіндер. Дәл солай. Олар жай ғана бодибилдерлер емес, нағыз суретшілер. Олар қаншама жыл бұрын жұмыс жасап, осы сән үшін денелері қайрат. Мұндай адамдық мүсінді бұрын соңды көрмегенбіз. Олар барлық жерде барлық тұрады. Джо Уайдер өмір бойы тура осы жайлы армандаған болады. Жеңімпаз титулы енді Серхио мен Арнольдтың
Олимпия мырза титулына күрес. Ал Арнольд болса, көмі ойнайды. Ол сахнада тұрғандардың барлығын келемеждеп тұрғанда, жер деген ғажайып, мұндайды әлі көрмеген еді. Osman bitken sektirdi. Sergio sahnadan getirip жатыр. Arnold da. To'xtаңыз. Ол sahnadan ketken жоқ. Ол бұрылып қайта барады. Ол көрерменмен ойнайды. Turnarini bastırdı. Körpçülük göstermeyle basıp getirdi. Onlar da alanda sarılıp kadehini alıp bırakmış yaptı. Mumbay'da vurursa geçmişe törlük olmaz. Arnold Sergio'nun basında gol batırdı. Körpçülük tanıgan oydu. Mene Sergio'nun özü dedi. Шындығын айтқанда ол ақшыланып тұрған секілді. Жеңімпаз. Сөзсіз жеңімпаз. Жеңімпаз және Олимпия мырза титулының 70-ші жылғы иегері Арнольд Шварценеггер. Олимпия мырза, бізде жаңа чемпион. Жолдың бақытын басқадан жатқан болу. Шварценеггер жайлы әлі көп нәрсе естиміз деген ойда. Жаңа чемпион, құттықтаймыз. Не болып кеттіңіз? Не болмақ дейсің, ұялып? Менің ағылшынымды тек сен түсінесің. Сенің акцентіңе ешкім де мән бермейді. Менікін естідің бе? Ол одан сайын қобалжиды, Джо. Не? Мен ойнай алмаймын. Онда ойнама. Жай ғана өзіңмен өзің бол, Арнольд. Сен оларға мен Шекспирдің неміс орындаушысы деп айттың. Біттім мен. Арнольд, бұл Голливуд. Сенің Шекспирді қайда ойнағаныңды сахнада ма, гаражда ма ешкім білмейді. Молшығеттеріңді ойнат, күлімде. Сонда бәрі жақсы болады. Мен қорқып тұрмын. Сен оны жырттың. Пенжекті жырттың. Солай. Жарайды. Тік аламыз ба? Бізге жаңасы керек. Қалай? Маған ұнап тұр. Жоқ. Жоқ. Бұл ақымақ. Әрі бір түрлі. Алып Бір тастау түрлі керек. емес. Меніңше керемет. Онда сен барсың. Не? Не боп қалды? Есіңде ме? Сен менен бақытты естелігім жайлы сұрап едің. Міне, енді ол бар. Сенсің. Джектің спорт залында сені бірінші рет көрген сәтім. Рахмет. Сені сүйгеннің қандай болатынын көрсеткенің үшін рахмет. Сен үнемі соған лайық болдың. Сүйіктім менің. Бүгін мұнда қаншама ескі достар, керемет жүзді. Бауырым Бен мұндай кездесуге қатты қуанар еді.
Ekеуміздің жасаған тарихымыз ұлы тарих. Бірақ мен оны қанша рет айтсам да үнемі толық болмайды. Біз арманға ұмтылған екі бишара балалар едік. Бен Уайдерсіз Джо Уайдер де болмас еді. Біз әлемді өзгертеміз деген мақсатпен бастаған жоқпыз. Бірақ қызығы сол, Бен екеуміз осыны жасадық. Бізді темір ағайындылар деп көп атайтын. Бірақ ең маңыздысы біз рухы бір ағайындар болдық. Жақында кездесерміз, Бен. Анда аспанда кездескенде барлықтарыңа қарап, сендердің әрбір тәсілді орындауларыңды бақылайтын боламыз. Сонымен мінсіз денелеріңді жасап, мінсіз өмірлеріңді сүресіңдер. Сеніңіздер, мен бақылайтын болам. Оған сенімді болсаңыздар болады. Бақылаймын. Джоның журналдар әлемдегі ең табысты баспаның бетінізді айналды. Мускул фитнес ай сайынғы 6,4 миллион тиражбен әлемдегі ең табысты ерлер бодибилдинг журналына айналды. Джо мен Беттидің Shape журналы әйелдер фитнесі жайындағы ең табысты журнал болды. Уайдер Нутрилон бірінші спорттық тамақтану компаниясы ретінде қазір миллиардтан астам ізбасары бар бүкіл саланың негізін қалады. Арнольд Шварценеггер әлі күнге дейін ең құрметті бодибилдер. Мистер Олимпия байқауының 7 дүркін жеңімпазы, өз заманның ең ұлы кино жұлдызы. Арнольд Шварценеггер болмаса Калифорния штатының әкімдік қызметін басқарған. Джо 2013 жылы 93 жасында өмірден өтті. Бетти онымен өмір бойына бірге болған. Джоның салауатты өмір салты мен дене мәдениеті туралы барлық болжамдары орындалды.